Хай, Амбокаплы. Және достар, бұл видеом бастамас бұрын сіздер экранның алдына өздеріңіздің ата-аналарын шақырыңдар. Я қазір топқа қойды барды ата-ананы шақырып келіп, мен күте тұрамын осы жерде. Солай. Саламатсыз ба? Мен көрерменнің әкесі мен анасы. Және мен қазір айтатын сөзімді мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Қазіргі кезде видео ойындардың дамыған соншалық, тіпті оның сапасы кейбір фильмдерден де артық. Ойыншыларға жеткізетін ойы да ешбір фильмнен кем емес. Ойындардың мазмұны мен мағынасы да кейде өте зор болады. Бірақ мен қазір барлық ойындар туралы айтып тұрған жоқпын. Кинолар өте көп, бірақ шедевр болған кинолардың саны өте аз-ақ. Сол сияқты ойындар да өте көп, бірақ шедевр болған ойындар саусақпен санарлық. Егер сіздің балаңыз ойындарды тек уақыт өткізу үшін ғана ойнайтын болса, онда бұл жақсы емес. Уақыт өткізуге арналған ойындарда футбол, мысалға FIFA, PES сияқты ойындар, немесе машина айдап жарыстар, олар NFS сияқты ойындар, немесе тағы да әртүрлі шутерлер, мысалға Warface, Counter-Strike деген сияқты ойындардың пайдасы 0 десем де болады. Dota 2 вообще пайдасы, танки онлайн вообще керек емес ойын. Бұл ойындарда ешқандай да мағына жоқ. Бұл ойындарды ойнағаннан сіздің балаңыздың ойлау қабілеті дамиды деп айту қиын. Мен өзім үшін шедевр ойындарды атап өткім келіп тұр. Бұл ойындар әртүрлі жылдарда шыққан. Skyrim 2011 жылы шыққан, Ведьмак, GTA-ның барлық частьтар, бірінші часть вообще баяғыда шыққан еді, мен бала күнімде шыққан едім GTA Vice City. Қазір GTA 5 шықты, 2015 жылы шыққан ол, өте керемет ойын ол да. Мен оны бірақ өзім компьютерімде жоқ, себебі мен компьютерін көтермеймін. Компьютердің клубта ойнағанмын. Сосын Call of Duty деген ойын, ол ойын керемет ойын, мен әбден ол ойынды бала күнімде ойнаған, өте қызық ойын. Сон жағы өте қызық болады ойында. Skyrim'де негізінде өте қызық ойын, ояқта сюжеті кәдімгі өмір сияқты ойық, басқа бір әлем сияқты да, бұл әлемді ұмытып сол әлемге кетіп қалғым келеді. Басқа шедевр ойындар өте көп, олардың бәрін айтсам тұра беретін сияқтымын бұл жерде. Егер сіз видео ойындар тек кішкентай балаларға арнаған деп ойласаңыз, сіз өзіңіздің қалай қателесетініңізді білмейсіз. Адамның ойлау қабілетін негізінде стратегиялық ойындар жақсы дамытады. Мысалға Medieval 2, Rome 2, сосын Civilization 2 сияқты ойындар өте көп. Осы ойындарды сіз өзіңіздің 10 жасар балаңызға берсеңіз, олардың бастары істемейді, ол ойынды түсінбейді, не болып жатыр ана жақта, бастары милары атылып кетуі мүмкін. Сол үшін ол ойындарды сіздер, яғни ересек адамдар ойнаса ғана түсінеді. 15 жастан жоғары болмаса, оны түсіну қиын болады, себебі өте қиын ойын, бірақ қызық ойын. Бұл ойындарды ойнаған адамдар барлық нәрсені жоспарлап, болашақта не істейтінін бәрін ойластырып, алдын ала ойластырып қоятын болады. Олар уже өздері сөйтіп үйреніп кетеді. Мысалға бір мемлекет, ояқта негізінде стратегиялық ойын болғандықтан, ояқта мына мемлекет жаулау үшін бірінші экономиканы дамыту керек, сосын халықтың жағдайын көтеріп алу керек, сосын әскердің санын көбейтіп, сосын соғыс ашасың деген сияқты. Ояқта стратегия өте күшті. Мыналармен союзник боласың да, олармен бірігіп алып, мына жаулармен қарсы шығасың деген сияқты. Өте қызықты ойын, оны ойнап көрсеңіздер өте қызық. Мен қазір айтқанымнан бәрі түк түсініп отқан жоқ шығарсыздар. Ал егер сіз компьютерлік ойындар тек қана ұл балаларға ғана арналған деп ойласаңдар, онда сендер екі есе қателесесіңдер. Сіздер жаңалық ашудан ешқашан да қорықпаңыздар, ешқашан да кеш емес. Сіздер видео ойындар тек қана табақта компьютерден баса алмай отыратын ашки тағып алған задроттар ойнайды деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ ол да қате пікір. Сіздер ойындарды, видео ойындарды кішкентай балаларға арналған деп ары қарай итерген сайын, сіздер қаншама қызықты уақыт өткізілген уақыттан айырылып жатқандарыңызды білмейсіздер. Мен түсіндіргеннен бәрі түсінетін ойларыңыз жоқса. Мақұл, сіздерге мысал ретінде түсіндірейін. Сіздер әлі ешқашан компьютерлік ойын ойнап көрмеген болсаңыздар, онда қазір түсіндіремін. Сіздер елдің барлығы компьютер ойнамаса да Гарри Поттер деген фильмді білетін шығар. Оны өте қызықты фильм, ол фильмді көрген өте қызық. Ол фильм шедевр. Мысалға, сол фильмді шедевр деп атауға болады. Ал компьютерлік ойындарында ішінде сондай шедеврлар өте көп, тіпті біреу, екеу емес, 10 шақты
20 шақты шедевр ойындар бар. Теледидарда көрсететін нәрселерге құдайдай сенудің қажеті жоқ, халайық. Ойланыңыздар, ойлан. Телевизордағы журналистер рейтингті көтеру үшін не істемейді десеңіздер, солар өздері ойдан бір оқиғалар құрастырып соны түсіріп телевизордан көрсетеді. Сіздерге миларыңыз уже уланып кеткен компьютерлік ойын деген ол жаман, ол деген бірдеңке, ол ойынды ойнаса адам барып адам өлтіретін болып кетеді, қылмыскер болып кетеді деген. Как так можно, достар? Олар миллион жағдайдың тек бірінде ғана кездесетін қайғылы оқиғалар туралы ғана телевизордан көрсетеді. Мысалға, қазір айта салайын, атын ұмытып қалдым, кім екен? Александр деген орыс бала, 8-ші сынып оқитын. Сол баратта Counter-Strike күнімен ойнайды, одан кейін ертесі күн баратта сыныптастарын мылтықпен атып өлтіріп тастайды дейді. Бұған кінәлі сонда Counter-Strike деген ойын ба, әлде сыныптастары ма, әлде ата-анасы ма? Кім кінәлі? Мүмкін ол бүткіл кінәні ойынға жабыса ол дұрыс емес деп санаймын, бірақ оны сыныптастары кекетіп, оны мазақтағандықтан оның намысына қатты келіп кеткен шығар мысалға. Немесе оның ата-анасы ішкіш болған шығар, әртүрлі отбасылар ғой бұл өмірде. Немесе тіпті ата-анасы ішкіш, сыныптастары мазақтайды, екеуі де бір жағдайда болған шығар. Содан кейін ол жыны келіп, Counter-Strike деген ойынды ойнап, қалай атышуды көріп, сосын барып достарын атып тастаған шығар, сыныптастарын. Бәрі мүмкін, достар. Сол үшін барлық кінәні тек ойынға ғана жаба салудың қажеті жоқ. Ол тіпті Counter-Strike деген ойынды ойнамаса да солай істеуі мүмкін, себебі ол психопат, есі дұрыс адам сыныптастарын барып атып кетпейді. Бірақ жоқ, кінәлі бәріне Counter-Strike деген ойын. Сіздерге үлкен өтініш, ата-аналар, үңгірлеріңізден шығып, жаңа әлемге көздеріңізді ашыңыздаршы. Қазір 21-ші ғасыр, сіздерге видео ойындар деген кезде сіздердің ойларыңызға Пау-Пау мен Супер Марио естеріңізге келетін шығар. Бірақ қазір біз одан давно алыстап кеткенбіз. Біздің видео ойындар тіпті дамып кеткен. Қалай соны түсінбейсіздер? Пау-Пау мен Супер Марио қазіргі ойындармен салыстырғанда динозаврлармен тең. Қазір тіпті виртуалды әлем индустриясын дамытып жатыр. Я қазір виртуальный реальность дейді ғой орысша, соның сапасы әлі нашарлау, бірақ болашақта оны жақсартады деп үміттенеміз. Болашақта бәрі керемет болады. Біз ойын шығаратын адамдарда жайдан жай жүрген адамдар емес қой, олар да білімді адамдар, сол үшін оларға сену керек. Және соңғы айтатын сөзім, ата-аналар, неге сіздер де ойын ойнап көрмейсіздер? Осылай өмірден бір ойын ойнап көрмей кетесіздер ма? Менің сіздерге жаным ашты. Жаңа нәрсе жасап көруден ешқашанда қорықпаңыздар. Сіздердің өмірлеріңіз қазір іш пысарлық, күнделікті азанда жұмысқа барасыздар, кешке келесіздер, жатасыз, ұйықтайсыз, ертесі күні оянып қайтып жұмысқа барасыздар. Өмірлеріңіз бәрі бірдей болып жүр. Жаңа нәрселерді көріңіздер, ойын ойнап көріңіздер, қыдыруға шығыңыздар, отбасыңызда тауға барып келіңіздер, өмірдің қызығын көрсеңіздер, бұлай өмірлеріңіз өтіп жатыр. Соны сіздерге 11-ші сынып оқитын бір школьник айтқанын ұялмайсыздар ма? Америка, Япония сияқты дамыған мемлекеттерде ойындарды, видео ойындарды халықтың 80% ойнайды. 80% қазір. Бұл дегеніміз, мысалы 20% кәрі адамдар болса, 80%-ің бәрі жастар, 40-қа дейінгі жастар, 40 жасқа дейінгі адамдардың барлығы ойындар ойнайды. Ол бізде ғой, Қазақстанда, Россиядағы ол жабай адамдар сияқты ойын десе, ойбай, немене, әлі кішкентай баласын ба, бірдеңке деп кететін. Қалай ояныңыздар, көздеріңізді ашыңыздар. Өтініш, жабайлықты қойып, жаңа технологияларды тезірек игерейік. Тек сонда ғана еліміз дамиды, халқымыз дамиды, бәрі дамиды. Мен қазір тек ойындар туралы айтып тұрған жоқпын. Осы видеоны ата-аналарына көрсетіңдер және достарымен бөлісіңдер. Мүмкін олардың да ата-аналары көріп өздерінің ойларын өзгертетін шығар. Ойындарға өйтіп негативпен қараудың керегі жоқ. Барлық нәрсенің плюсы және минусы болады. Мысалға, суды да оны ішесің, егер оны көп мөлшерде ішсең, сенде диарея болып, ішің бүрітіп ауруы, онда зиянды жақтары да бар, пайдалы жақтары да бар. Егер су ішпесең, адам өліп қалады. Оны өздеріңіз де білесіздер. Бірақ егер суды көп мөлшерде іше берсеңіздер, онда адам уланып қалуы мүмкін. Сен енді бәрін білесің. Дәл сол сияқты ойындарды да көп мөлшерде ойнауға болмайды. Ойынның да зияны болады, барлық нәрсенің зияны болады. Бірақ өтініш, ата-аналар,
көп ойнама дегенде 30 минуттан артық ойнама деген мағынада айтып тұрған жоқ. 30 минут деген түк емес, ол кезде бір раундта ойнап үлгермейсің. Көп ойнау деп 5-6 сағат ойнағанды көп ойнап кеттім балам, болды компьютерде өшір десеңіздер түсінуге болады. Бірақ күніне 1-2 сағат ойнағанда тұрған ештеңке жоқ. Интернеттен өзіңізді білетін жарыстар 30 минуттан көп ойнаса адамның көзі соқыр болып кетеді. Оның бәрі өтірік, оның бәрі жай ғана миф. Ертегі қалай айтсам, аңыз. Тек 30 минут сайын көзді 5-6 минут демалдырып, көзге жаттығу жасасаңыздар болғаны көзге ештеңе де болмайды. Менің айтқан сөзімді түсіндіңіздер деген үміттемін. Егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліңіздер, ата-аналарына көрсетуді ұмытпаңдар. Ал сіздермен бірге болған Бока Плей. Бәріне бай-бай. Йоу. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мүмкін бір күндердің бір күнінде біз ата-анамызбен бірге компьютер ойнайтын күнге де жететін шығармыз. Бірақ жай ғана арман. Сау болыңыздар.